Ал быйыл облыс бойынша 4000-ға жуық шәкірт алтын ұялармен қоштасқалы отыр. Қазақ мектеп гимназиясында 11 жыл бойы білімдермен сусындаған 40 бой жеткенмен бозбала үшін соңғы қоңырау соғылды. Атаулы күнмен түлектерді құттықтаған облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтап жастарға жарқын болашақ тіледі. Қазақ мектеп гимназиясы 2007 жылы ашылды. Сол уақыттан бері қаламыздағы материалдық техникалық базасы жоғары, сапалы білім беретін заманауи оқу ошағы екенін дәлелдей алды. Бүгін білім ордасынан 40 оқушы түлеп ұшқалы тұр. Осындай маңызды сәтте олардың қуанышымен аймақ басшысы Ерік Сұлтанов та бөлісті. Ол өз сөзінде өркениетті елдің болашағын жасайтын жас ұрпақтың білімді болуы қаншалықты маңызды екенін атап өтті. Сіздерді соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жас ұрпақтың келешегі үшін білім саласының дамуына зор көңіл бөлуде. Балабақшалар, мектептердің салуына, білім саласындағы инновациялық жобалардың іске асырылуы осының дәлелі. Көп ұлтты еліміздің гүлденуі мен көркеюі жас ұрпақтың қолында. Осы жылы облыс бойынша 4000-ға жуық оқушы мектепті аяқтап отыр. Елбасымыз ел экономикасын жақсартатын, ел өмірін өркендететін жас буын сіздерге зор сенім артады. Жастарды мемлекет әрдайым қолдайды. Балалардың білім алып қалаған оқу орнына түсуіне еш кедергі жоқ. Шек қойылмайды, тек ізденіп, еңбектенсе болғаны. Мадина Бозбалаева алтын белгіге үміткер. Жуырда болатын тестілеуге дайындық үстіндемін дейді ол. Очень, конечно, грустно прощаться с этой школой. Қоштасу оңай емес әрине, бірақ мені алда талай белестер күтіп тұр. Ұлттық бірыңғай тестілеуде 5-ші пән ретінде биологияны таңдадым. Себебі өмірімді медицина саласымен байланыстырсам деймін. Дәлірек айтсам, Қарағанды қаласындағы медицина академиясына түсіп, болашақта жүрек ауруларын емдегім келеді. Одан бөлек халықаралық олимпиадаларда жүлделі орынға ие болып, жоғарғы оқу орнына ұлттық бірыңғай тестілеусіз түсетіндер де бар екен. Солардың бірі Олжас Қинаят. Қазақстанда білім алып, елімді өркендетуге үлес қосамын дейді ол. Жалпы осы болашақта мен өзімнің арманым ол инженер болу. Себебі біздің елімізде инженерлер өте аз. Сондықтан да өзіміздің елімізді экономикасын осылай дамытсам деген, өзімнің үлесімді қоссам деген ойдамын. Тек түлектер ғана емес, бүгін ата-аналар үшін де маңызды күн. Балаларының мектеппен қоштасуы қуанышты әрі тебіреністі сәт. Тілейтінім алдында ұбт-лар тұр, соны жақсы атқарып, тек қана бір жақсы мамандықтың қолын ұстаған Алладан да, Құдайдан да сұраймын. Мектеп қабырғасында өткізген қызығы мен шыжығы көп күндерді түлектер соңғы қоңыраудан кейін сағынышпен еске алатын болады. Мына соңғы вальста ұмытылмасы анық. Ал соңғы қоңырау балалық шақпен қоштасатын сәт, сондықтан оның сыңғыры түлектер үшін ыстық. Алда үлкен сынақ, ұлттық бірыңғай тестілеу бар. Болашағымызды айқындайтын маңызды бұл емтиханға бүкіл сынып тыңғылықты дайындалдық дейді түлектер. Олардың бір қатары білімдерін облыс орталығында жалғастыруды жоспарлап қойса, енді бірі Астана, Алматы қалаларындағы жоғарғы оқу орындарына түсуге ниетті. Жалпы аймақ бойынша биыл 112 бала алтын белгіге үміткер болса, 58-і қызыл аттестат алуға ниетті. Облысымызда ұлттық бірыңғай тестілеу маусым айының 2-сінен 5-не дейінгі аралықта өтетін болады. Барлық дайындық жұмыстары жүргізілген. Биылғы жылы мектепке дейінгі балабақшаларды қамту жұмысы 93% құрайды. Бүгінгі күні 15 жылдың соңына дейінгі жоспарларымызда осы қамту көлемін 96%-ға көтеру жоспарланып отыр. Мерекелік шараның соңында түлектер тілек тілеп аспанға әуе шарларын ұшырды. Бұдан соң өңір жетекшісі оқу ордасының тыныс-тіршілігімен танысты. Мұнда қазірде 323 бала білім алуда. Аймақ басшысының назарына оқу ошағының мұражайы ұсынылды. Мектеп қажетті заманауи құрал жабдық, спортзал, бассейндермен жабдықталған. Мұның бәрі балалардың заманға сай білім алып, үйренуі үшін дейді мектеп ұжымының басшылығы. Назерке Тұрсынова, Анатолий Белонок, ақпарат.